Біздің тоңазытқышта дәмді тағамдар ұзақ сақталмайды. Ал Foodmaster ұсынған живой ағырымшығы тіптен тез жоқ болып кетеді. Өйткені олар балғын және консерванттар қосылмаған. Сақтау мерзімі ең қысқа живой ағырымшығы. Жіберіңдер! Командар баш! Жібер! Ешқайда алма емес. Бәріңді соттатқызам мен. Әкем Астанада прокурор болып істейді, білесіңдер ме? Ешқандай да. Мен сендерге мал емеспін. Күйтіп басыма жіберіңіз. Апам ең жігітім бар, білесіз ба? Менің де жігітім болған кезінде жаным. Ештеңе жоқ. Ақбосаға аттадым. Жіберіңіздер. Үйде сіңілім мен анам күтіп отыр мені. Олардың асырайтын ешкімі жоқ олардың. Менің 5 сіңілім болған кезінде жаным. Оларда қалған. Көніп кетесің. Ештеңе бақытты боласың, айналайын. Неменеге менің сөзімді қайталап беріп тұрсыз? Қайталап тұрған ештеңем жоқ. Сен келіп дайындалып осы үйде ремонт жасадық жаным. Шына мен келмесем басқа салған орамалды сілкіме, айналайын. Үйіңізге ремонт жасамайсыз ба? Сонда келін түспесе басқа уақытта. Келін күтіп отырғаннан кейін құда күтетін болғасын, қазақтың өзінің салты ғой солай. Жіберіңдер. Бәріңді соттатқызам осыдан. Сендер үшін бәрін жасайын жаным. Не жасайсыздар ал? Керек болса қаладан үй алып берем, мінекей. Керек емес Ағамның үйі бар қалада. Жоқ. Мынау жер алып берем, мына жерде. Жер де керек емес маған. Барлық жиған тергем сенікі деп тұрмын ғой жаным. iPhone 14 алып берем. Точно алып бересіздер ма? Точно, енді iPhone 14 дегенде жер мен үйдің қасында айналайын. Бәрін алып берем. Барлығы сенікі осы менің бар жиған тергемнің бәрі сенікі. Жаным бақытты болшы. Топастар десе, қолымнан тарта беріп, бір қолым ұзын болып қалды ғой. Алло, Мағрипа, не болды? Алло, Анел жаным мен алып қашып кетті ғой. Қомаш? Реально ма, ойнамаш, Мағрипа? Тезірек кеш қасмайым. А то мен асылып өлем қазір. Тезірек кеш жалғыстыра отырып адыршы берем қазір жаным. Болды, жылай бермеш. Қазір барам. Все, уайымдама, қазір барам. Аха, давай. Қыздарға айтуым керек. Сәлем достар, домалақпастар, қалайсыздар? Сіздердің мағрипушкаларыңыз енді бір үйдің келіні болып, түтінін түзу түтететін болады. Ақ орамалмен құттықтап, Каспий Голдтан құттықтау қабылдаймын, астыға жазып кетем. Давайте. Келдіңдерский контент күтіңдер. Үйленіп кетіп алады. Шүкір бұл жағынан аға. Ассалам. Үйленген бала деп қоясың ғой. Сендерге әрдайым орын бар. Түкпіртанға барып қоныңдар. Амыр қалай, үйленген қалай жақсы ма? Пока сезін алмайтын, мейді қолақтар ары шапқылап жүрмін орада. Мадесі, өзіңде сақал жоқ, сақал бар қыз алапсың ба? Сен бір жерге шығару үшін қатынға рұқсат сұрай шығармыз, Жоқ, өзім шығармыз. Ондай емес ол. Қандай ол? Бірақ мала десе, бұрыннан жыбыр шығ едім, түнде тыныш жатпаймын десе кересің. Мала десе. Әрекет жасаймыз ғой? Тамыр, главный, некеңді қидырғын. Бір ойды сойғын. Мені шақырғын. Жарай ма? Сылдырып тастаймын айт бізде. Мала десе. Ертең безажар уайымдама. Бәрін ұйымдастырып қойдық, балдар өзіміз бөліп. Жіктер адышы кәдімді. Риза болып тұрмын да сендерге. Баня Саняға өзіміз баратын болдық ба енді? Ой, бірге барамыз ғой. Барасың ба? Ой, қатын дүр жаман ғой, ұрып өлдіретін сияқты. Бізбен барып кетпейін ба, екеу? Біріне қарасың, баня сабалатын сияқтың. Бұл баня сабалады да ертең. Мачал керек емес бұған қатын жақта ғой. Молодец ей. Асып тұрған шығар бала уже. Бірінші түн ғой. Ішке кірсеңдерші, сөйлеші, сойық моңықтан тамақ бар бәрі бар. Жоқ, үйде бар соқ. Жүндер кет, бір. Жоқ, яқ қой. Біздің
тоңазытқышта дәмді тағамдар ұзақ сақталмайды. Ал Foodmaster ұсынған живой ағырымшығы тіптен тез жоқ болып кетеді. Өйткені олар балғын және консерванттар қосылмаған. Сақтау мерзімі ең қысқа. Живой ағырымшығы. Магрипа, жылаватсың ба? Машина жарыстырыватсың ба? Қалай жыламайсың, Анел, ойлаш. Менің арман, мұрат мақсаттарым бар еді ғой. Олардың бетіне қалай қараймын ертең? Арманның машинасы бар, өзінің алтын сататын мамасы бар. Мұраттың бизнестері бар, папасы прокурор. На сорлыда тышқақ лағы да жоқ сияқты ғой енді. Ештеңе етпейді. Қыз Мұраты кету деген. Бірге дүние жинап байып кетесіңдер. Чо? Анел, мойындашы өзің, мен мынау сияқты сорлыға лайық емеспін ғой. Мен ана принц Чарльздардың қасында жүретін қызбын ғой негізі, а? Иә. Ой, кешірші. Назир, шторға тез шығып кетеді мына жерден. Иә, әрине. Не болды? Сонша мұрның жоқ. Мұрның ішіне кіріп осырып кеткен жоқпыз ғой? Мына яппашамайтын қатын әлі өсек айтып отыр ма? Тұрып кішем мама көмектесшеш. Жалғыз өзі жүрғанда мұнда шапқыламанда. Есің дұрыс па сенің? Мен келінмін ғой, маған шымылдырықтан шығуға болмайды, мен ешкім көрмеу керек беташарға дейін. Атаңның басы саған түсіндің ба? Не сасып тұрмын Назир вообще? Үйлерің сасық сендердің. Осырып жүріп қалағасыңдар ма, бір нәрсеге қаласыңдар ба? Көп сөйлей бермей, барда ертеңгі беташарыңа дайындал. Отыр ма, қонақ қысап неждеп, бедірейіп. Келкі ұқсаған бәле. Үйтіп маған айқайлап сөйлеме, мен сен қолың емеспін, дұрыстап сөйлесін. Кішкене дұрыстап сөйлей өлгенше тіліңді тартып жарай ма? Бедірейіп отыр. Наче менен не бөшем мынаған? Мама! Осындай характері бар жігіттер ұнайтшы маған ше. Орныңа қойып тастайды ғой. Өздерің осындай орныма қойып тастайтын жігіттер ұнайды деп үйленіп аласыңдар, сосын мені ұрды деп жылап отырасыңдар. Күшті ғой зато. Барып столдарды реттеп дайындап тастайық, иә. Мына жігіт маған жәме ұнап келіп жатыр. Мінезі бар жігіт екен. Жүрсе кеттік. Ассалаумағалейкум. Қалай құтты болсын? Кел, ассалаумағалейкум, кел. Жігіндер ма, бастайық. Ол бұл қазақ ақындарын бағалап ет, Қабдолға сөз бердің ер шабалар деп. Нұрдәулет звондап айтып еді, тойма домбыраңды ала келді. Нұрдәулет шақырған соң жетіп келдім, келмей қалсам менсін бей қалар ма деп. Ендеше шапалақ ұрыныздар тойысы Орынғали деген әкеме деп. Тағы да бір шапалақ ұрыныздар тойысы Мақпал деген анама деп. Келесі шапалағын маған болсын, менсінбей жүрмеңіздер балама деп. Осындай бет ашарға келіп алып, қол соқпай тұрып алу жаман әдет ай. Келесі кезек қайнаған жарар пайдаға, інісі келін алғанды көрімдік салмас майдалам. Қайнағалар керемет, бұдан артық не керек, қамқоршымыз болып жүрін ұрын себелеп. Абысының тағы бар, басында үлкен бағы бар, иіліп сәлем салсаңыз алға ағылар. Деп қайнағаларымыз бен жеңгелерімізге бір сәлем деп қояйық. Есімдерін атап өтетін болсақ, Бағжан ағамыз бен Мағжан ағамыз, Сақжан ағамыз, Тоғжан ағамыз дейді. Және де абысындарымыз Гүлсім, Сәлима, Гүлмира, Самал, Гүлжан, Еркеназ болған сияқты да. Бұл қалғандар әпкелері. Толқын жеңгелері. Гүле апа 5 теңгесінес?
5 теңге 1000 теңге сала бермей нормально салмайсыздар ма? 5000 теңгенің тамағын ішіп қойдыңыздар ғой қазір. Бәрі қымбат еще қазір. Нұр дәулет деп ән саламыз, мағрипа деп жар саламыз. Екі жас деп... Тоқташ тамадан. Құрметті жиналған қауым, беттерін айтайын, жаман ұятсыз екенсіздер бар ғой. Сіздер келеді деп, кешеден бері сиыр сойып, бауырсақ пісіріп, тамақ дайындап, нәжелерге кәмпит, печенье бәрін сатып алып келіп отырып, ал сендер келіп 500 теңге, 1000 теңгеден салып жатсыңдар. Ұялмайсыңдар ма? Ертең өздеріңде балдарың үйленеді ғой, апарады ғой сол кезде нормальды қылып. Бұл ақшаның барлығы, Нұрдәулет екеуміздің болашағымыз үшін деп жиналып жатқан ақша. Мағрипа, сен есәләңсің ба? Ана ақшаның барлығына беташар естілады, тыныш тұр аузыңды жапта. Кешіңіздер, ят болып қалды енді. Енді ешек не жемейді, Мағрипа не демейді деп қойса. Үйге кіріңіздер, бәріңізге шай демдеп берейін, жүріңіздер. Негіз жаңа келіндеріңіздің айтқан сөзінің жаны бар. Дұрыс айтып бір негіз. 500 000 теңгеден ұят қой енді. Шыны керек, нормально ғой, нәвес бар, жақсы жасап жатсыздар. 5000-нан 10 000-нан салсаңыздар енді. Қайтадан айтам қазір, қайтадан келіп салыңыздар, Достары көп, бәрібірде, ғани қашпа, бәрібірде болмайды. Балдар кетіп қалды ғой, туыс балдар. Туысқандарды айтам, туысқандар айта берсін. Келесі Ал, жақсы адамның басында кепкі болады, қолтығының астында кішкентай щетка болады деген. Мынандай бір вечерде бір тамада болса, вообще четкий болады деп қоясың. Енді бір өзім тамадалық қылып жіберейін. Мына төрде Мағрипаның құрбысы отыр, мынаяқта бірде мынадай бойдақ жігіттер бар. Мына жақсымен жақсы қосылса, екі жақсы болады. Жаманмен жаман қосылса, екі жаман болады деген таныс білсін. Әдемі отыра беріңдер, тамақтан алыңдар. Өтікті пере-береді кестейсіз? Жақсымен жақсы қосылса, екі жақсы болады. Жаманмен жаман қосылса, екі жаман болады деп. Рахат екен де. Көп қондайлар білесің ба? Жастықпен жастық қосылса, екі жастық болады. Машинамен машина қосылса, екі машина болады деп. Тамадасын ғой, сәл қамырдан қыл суырғандай қылып, мақал мәтілдетіп сөйлемейсің ба? Дұрыс айтып отыр Мағрипа. Тамадамын деп. Болмайды нәрсе айта бермейсің сен. Ой, сендер тамададан сөз таусылған ба? Мен қазір жіберем ғой ондайларды. Мына Мағрипаның құрбысына қарап басым кетті. Мағрипаның шайын ішіп қайтқан жазылып кетті деп қоясың, көрдіңдер ме? Нормально ма? Сорлы. Жоғалшы, мен өзім тамада боламын. Мені тыңдаңдар. Армысыздар жиналған көпшіл қауым, бүгін беташар вторник деп келіп қалдыңдар ғой. Қыздар нампаннан, балдар шампаннан алып отырайық. Мен құрбымды әдемі деп ауылдың шетіндегі лай суға апарып тұншықтырып жүрмеңдер, мас боқам. Нормально бар. Не деп тұрсың сен? Бұрда қойсай болды. Мен қоя алмаймын мен. Айко, мен далаға шықсам да қоя алмаймын. Қоя алмаймын мен. Бұрмегі жұбыдыл сеттау кете берсін. Болды қойсай, брат. Илеген жана ғана. Наоборот, қатыныңа көмек беріп, поддержка берсейші, ұрсай бермей оған. Сендер барлықтарың бар ғой, лоқсыңдар, чортсыңдар, түсіндер ма? Сендер қатындарынан қорқасыңдар. Ал үйленбегендер сендер подкаблучниksіңдер. Анаң отсын қараны, қатынның артында тығылып. Нұреке. Мен бар ғой, мен вообще қатынынан қорықпаймын, білесіңдер ма? Қай кезде кетем, қай кезде келем, вообще оның шаруасы жоқ. Үйде мен еркекпін, білесің ба? Мен қатынымды бар ғой, қатынымды ше, мына қатынымды. Былай істаймын мен, Болды, Нұрдәулет, қуып кеттік сен, кеттік біз бі. Менде қайтайын уже кеш болып кетті. Болды, қарындасым, мен алай, өзім шығарып саламын. Аға, сөйтек онда. Іс-шаға да қайтпайсыңдар, Бүгін до конца ішеміз, жігіттер. Бір рет, Қалдан ау. төсек сап қой, түсінің ме? Тоқтыңдар, серік. Жаным, еш уайымдама. Барлық аналарымыз осындай қиындық көрген. Тем более бүгін бірінші күнің ғой.
басында өйстіп жүресің да кейіннен үйреніп кетесің. Ертең ана ата-анасын, әйел боласың, осы үйдің отымен кіріп, күлімен шығасың. Сорлы тряпка Мағрипа, есіңді жи, не болып кеткесін? Бұрын қандай едің, сен білесің ба? Ең позитивная, ең көңілді қыз едің ғой. Осы өмір оңай ма? Неменеге сораңды ағызып, жылап отырсың мына жерде? Баяғы өмірің күшті еді ғой. Не ішем, не жейм демейсің. Өзіңнің білгеніңді істеп жүресің. Қаласаң темекі шегесің, қаласаң ішесің. Ойлан. Неменеге жатсың мәз боп? Таңертең тұрып мамалар ерте шай ішеді, қазірден барып тамақ дайындасайшы бар. Есің дұрыс па? Жаңа ғана тамақ ішіп ұйықтады ғой. Мен келмесем бәрің аштан қырылып қалады екенсіңдер да? Көп сөйлемей ерте жат, онда таңертең тұрып есік алдын сыпырасын. Мен залға кеттім, ұйықтаймын. Залға жатам деген несі? Қасында жатпайтын болсаң, не үшін үйлендің онда? Просто үйдегілер үйлен, қолымыз ұзарсын, сері соғатын, үйдің тірліктерін істейтін адам керек дегесін үйлендім. Вообще мен өзімнің жақсы көретін қызым бар. Просто ол маған қарамайды. Мына сен түріңе қарап біреу алады деп ойлайсың мына түріңмен. Айнаға қарадың ба сен кішкене? Сен 1-2 жыл үйдің ішінде тірліктер істеп жүре тұр, сосын мен тоқа қалам. Бір темекі болғанда ғой ше. Көтімді жу. Бұл әулет мен келмесем жойылып кетейін деп тұр екен ғой. Сүмелек осыған дейін көтің жумай жүрмедің, сүрт өзің нервыма тимей. Ағаңда итак түнімен қаным ішіп шықты. Көтімді жу. Бәрі жақсы ма? Ой, бөпе кака деп қойды ма? Қазір өзін жуып алам, тазалап. Кака деп қойды. Ой, бұзық жаман кака деп қоя берді. Ой, сорлы өлген ит жегесін ба, немене бәлет? Бар кет ба, ойна бар. Чорт Мағрипа, чорт. Жүр істіп енді біреудің көтін жуап, кеше күйеуің айтты ғой, тоқал алам деп. Құл болып жүр осы үйде енді. Кетші бар, басымды ауыртты. Тұрдың ба ұйқыңнан? Кеше сен қатты ішіп қойыпсың ғой. Мас боп маған ауыр сөздер айтып қойдың ғой. Жарайды енді мас боп байқамай айтып қойдың, енді ішпеш сөйтіп, иә? Құмаш Мағрипа қандай ішкен? Мен есім барлығын білем. Сосын бар ғой маған өмір сүруді былай үйретпей қойшы, жарай ма? Есім бәрін білем. Сонда осы үйге әшейін жұмыс істетуге бола келін қып алдық деген рас па сонда? Иә да? Мен сорлы ақымақ екем. Осы үйге келем, бақытты қылам осы үйді, жаман әдеттерім бәрін тастаймын деп. Өзім өмірім жақсы екен ғой да. Қайда қарындас? Қалаға ағай. Отыр. Ане қалып қашып кетем, не қалып қашып, анау мынау демей, прямой үйіме апарып тастаңшы, нервім шығып тұр итак. Қарындас, жас бала емеспіз ғой, отыр. Болды ағай.